Қайырлы күн. Бүгін бізде Шәкәрім университетінің подкаст алаңында қонағымыз Шәкәрім университетінің түлегі Мейіржан Мырза. Мейіржан Мырза біздің Шәкәрім университетінің ақпарат алаңы подкаст студияға қош келдіңіз. Қош келдік. Жақсы. Енді сұхбатымызды бастамастан бұрын осы әңгімемізді өзіңіздің туған жеріңіз, өскен ортаңыз туралы айта өтсеңіз. Мен өзім қазір міне Абай облысы Жарма ауданы Бөке кентінде дүниеге келгенбіз. Сол жерден өсіп өндік. 2000 жылы оқу аяқтап осы Шәкәрімге оқуға түстік. Сондықтан міне Шәкәрімнің шәкірті ретінде университетінің сіздердің алдарыңызға келіп отырмыз. Жақсы, рахмет. Осы біздің Шәкәрім университетінің шәкірті ретінде осы жерде сізді көргенімізге қуаныштымыз. Енді сіз студент кезіңізде болашақта немен айналысатыныңызды нақты білдіңіз бе? Әлде өмірлік жолыңызды айқындау үшін не қажет болды? Шындығын айтайын ба, өтірікті айтайын ба, бауырым? Шындық айтайықшы. Былай жасайық. Егер де сіздер білетін болсаңыздар, біз мына университетке түсетін жылдары алғашқы рет оқуға түсу тестпен басталған болатын. Ең алғашқы. Сол кезде негізі мектеп оқып жүрген кезде спортқа жақын болдық. Оның ішінде жеңіл атлетикаға. Мектепте 1-4-пен аяқтадық. Қалған барлығы 5. Алгебра сабағынан 4 шығып қалды. Дипломды аттестатты қолға ұстап, дәл осы мынау қазір нешінші корпус? 7-ші корпус па? Дәл осы 7-ші корпуста 2-ші қабатында қабылдау комиссиясында физкультурный бар ғой, факультет. Соған құжатымды тапсырып тұрған едім. Адам көп. Мен шамамен 56-57 тұрмын. Таңғы сағат 10-да тұрдық. Сол кезекте тұрып ойланып барып, осында жүрген профессор Омаров Марат, сол кісімен жүздесіп қалдық та, сөзден сөз шығып, ол кісі жаңағы инженерлік мамандық туралы айтқан болады. Сонда сол кісінің жаңағы бір ауыз сөзімен 1402 технологиялық машиналар жабдықтар дейтін мамандықты таңдап, емтиханымызды тапсырып, грант иегері атанып, 5 жыл оқып шықтық. Сол кезде сұрағына қарай нақты бір бағыт болмады. Өзімнің жүрек қалауым спортқа бару керек болды. Бірақ сол кездегі ұстазымыз ғой, ұстаздың айтқаны, бұл университет, Мейіржан, сен спортты қаласаң да, өнер жолын қаласаң да, барлық жағынан мүмкіндік бар. Бірақ қазіргі таңдау болашақтың мамандығы, инженер мамандығы деді. Соны таңдадық. Жақсы, рахмет. Енді осы таңдаған мамандығыңызға, осы инженер мамандығына дұрыс таңдадым ба, немесе қате таңдадым ба деген күмән келтірілген сәттер болды ма? Әрине. Күмән әрқашанда болады ғой. Адам болғаннан кейін, бұл 90-шы жылдардың аяғы, енді 2000 жылдардың басы, еліміз енді қарқындап енді дамып келе жатқан сәт дейміз. Ал 2-ші 10 жылдық тәуелсіздік алған жылдың болды. Әрине, мына инженерлік мамандықты алып, біз қайда барамыз, қандай қызмет жасаймыз деген сұрақтар туындады. Бірақ біз 3 жыл жалпы сабақтарды оқыдық қой, мысалға. Кейін 2 жыл таза өзіміздің мамандырылған сабақтарды оқыдық. Соның ішінде бізге тәлім берген, сабақ берген ұстаздарының көбінің кәсіби деңгейін өте жоғары болғандықтан керемет дайындады ғой, мысалға айтқан кезде. Оның ішіндегі мына экономика саласында сабақ берген ұстазымыз, қазір есімі қате айтып қалуым мүмкін, Мұхамеджан ба, Мұхамед Рахым ба, солай ойдым. Сол кісі сабақ берді, бізде керемет бағыт бағдар берді ғой. Инженерлер деді, кез келген салада емін-еркін жұмыс жасай алады деген 2-ші курста түсініктеме берді. Жақсы, рахмет. Енді осы таңдағы мамандық жайлы, осы мамандық таңдау барысында қандай бағытқа басымдық қою қажет деп ойлайсыз? Соның мамандыққа қызығушылық па, әлде жалақысы ма, әлде нарықтағы сұранысы ма сол мамандықтың? Енді өз сұрағыңызға өзіңіз жауап беріп отырсыз ғой. Үшеуіне де назар аудару керек. Дәл қазіргі таңда мамандыққа қызығушылық міндетті түрде болу керек. Мамандық немесе кейінгі кезде мамандық бойынша жұмыс атқаруға деген қандай бағытта жұмыс жасайсың, қандай саланың маманы боласың, соған қызығушылық болу керек. Екінші талап бұл нарықтың талабы. Сен нарықта барсың ба, әлде жоқсың ба? Үшіншісі, әрине, бұл табыс. Екеуі бар, үшіншісі болмаса, біз күйіп кетеміз ғой. Жұмысты біз не үшін атқарамыз? Табыс үшін. Қазір жастардың барлығы бірден болмаса, аз уақыттың ішінде үлкен табысқа кенелгісі келеді. Ал үлкен табысқа жету үшін
белгілі бір маманның мықты бір маманы болу керек, мамандықтың. Енді сіздің ойыңызға жүгінсек, қазіргі таңда осы 10 жылдан кейін жойылып кетуі мүмкін бір мамандықты атап өтсеңіз, ал немесе міндетті түрде сақталып қалатын бір мамандықты айтсаңыз. Жойылатын мамандықтар енді қазіргі таңда өздеріңіз көріп отырсыздар, қазір жасанды интеллект дамып жатыр. Информациялық ақпараттық технологиялар дамып жатыр. Ол біздің 2000 жылдардың басы, 90 жылдардың аяқтарында бізге де соны айтады. Жойылатын мамандықтар қолмен операторлық жұмыс жасалынатын жұмыстар. Қазір адамдардың барлығын роботтар, автоматтандырылған конвейерлер толық алмастыруда ғой. Кезінде қарапайым трактор заводын айтайық, бір тракторды шығаруда қосалқы бөлшектерін, тетіктерін конвейердің бойында тұратын 100 адам тұрса, қазір бір адам жоқ. Көршіміз Айдағар елі Қытайда талай заводтарында болдым, толық автоматтандырылған. Ол жерде мынау жарық шамы жоқ, керек емес, адам жоқ. Толық конвейер басталды, қосалқы бөлшектер автомат түрде енгізілді, роботтардың барлығы 5-7 минуттың ішінде соңғы этап дайын, жаңа жабдықты болмаса техниканы шығарып береді. Жақсы, рахмет. Сіз осы енді түскен мамандығыңыз, жасаған тәуекеліңізге қатысты айтсақ, осы қазір оқып жүріп мамандықты дұрыс таңдамадым деп түсінген білім алушы не істеу керек деп ойлайсыз? Бұл сұраққа жауап бермес бұрын жаңағы алдында қойдым ғой сұрақ, қандай мамандықтар қалады. Негізі қала мамандықтарын қазіргі таңда шәкәрім болсын, басқа да жоғарғы оқу орындарының беріп жатқан мамандықтардың барлығы ол нарыққа сай. Алайда қазіргі таңда сұранысқа ие мамандықтардың ішінде инженерлік мамандықтар мен IT саласындағы. Бұл жерде IT инженерия дейміз ғой. Сол сада жаңағы жастарымыз жаңағы қосымшаларды түр-түрін жасап шығарса, бұның ішінде тек қана қосымшаларды жасап шығару емес, өздеріңіз білесіздер ғой. Және де цифрландырылған ақпараттардың барлығын қорғау керек. Яғни әлемде қазір белең алып отырған үлкен дата орталықтары бар. Өздеріңіз білесіздер. Сіздердің Instagram, Facebook желісіндегі бүкіл жаңағы ақпараттарыңыз бұл өзге мемлекеттің жаңағында қорында сақтаулы. Өз елімізде болса оны қорғау керек. Кез келген ақпарат ол қорғалу керек. Бұл салада да жаңағы қалай айтамыз, киберқауіпсіздік қой. Осы салада да жаңағы мамандықтардың болашағы да өрлейді. Бірақ қарапайым инженерлік мамандықтар, агрономия, жаңағы ветеринария, биотехнология деген сияқты педагогикалық мамандықтар. Бәрібір де бұлардың барлығы керек. Педагогика мамандықтар болмаса, кімнен біз тәлім аламыз? Кім біздің бала шағамызды үйретеді деген сияқты болашақта. Енді сұрағыңыз жаңағы бір қайталап жүрсеңіз, қалай? Сіз осы дене шынықтыру мамандығына түсемін деп, кейін инженерия мамандығына кетіп тәуекел жасағансыз. Сол сынды оқып жүріп мамандықты дұрыс таңдамадым деп түсінген білім алушы не істеу керек? Енді былай жауап берейікші. Күмән болады ғой. Кейбір сабақтар қиын болады, кейбір сабақты алып кете алмаймыз. Жалпы мен гуманитарлық сабақтарға жақын болдым. Мысалға, тіл жағынан, жаңағы философия, социология деген сабақтар бізге де оқытылды, соларға жақын болдық. Алайда инженерлік мамандықтың ішіндегі жаңағы физика, математика деген сияқты жоғарғы математиканы бізде оқыдық. Одан кейін информатика саласында оқыдық. Бұлардың барлығы кезінде ойладық қой, қажет емес ау деген сияқты. Бірақ мынау оқу бітіргенімізге 22 жыл болды ма? Осы шәкәрім университетін ордамызды аяқтап түлеп шыққанымызға 22 жыл болды. Барлығы қажет. Барлығы кез келген уақытта қажет. Ал енді жаңағы физкультурный факультетке кетіп қалу керек еді деген ой ол келген жоқ. Себебі біз қыркүйек айында оқуымызды бастадық. Қазан айында университеттің жаңағы баскетбол секциясына жазылдық. 5 жыл қала бойынша университетіміз бірінші орында болды. Мен университет құрама командасының мүшесі болдым 5 жыл қатарынан. Онымен қоса тек қана университетте болмаса Семей қаласымен шектеліп қалған жоқпыз ғой. Еліміздің талай қалаларына шығып тұрдық. Бұл универсиада бар. Универсиадаларға шықтық, ойнадық. Жаңағы өзімнің ауылдағы жетпей қалған, армандаған мысалы спорттағы жетістіктерім бәрін қосымша сол жаңағы
спортта жүріп қарапайым секцияға аптасына 3 рет барып отырып жеттік. Мүмкіндік бар ондай. Біздің мынау шатаспасам екінші спорт кешенінде не бар? Барлығы бар ғой. Бассейн бар, спортзал бар, жаңағы шынығатын бөлме бар, темір терсек көтерем десең де мысалға. Қай сала болсын, күрес болсын. Шыңғыс ағамыз бізге сабақ берді. Шыңғыс ағамыздың ұлдары Мұхит Қазақстан барысы болды. Бұл кісіден де көп тәлім алдық қой. Себебі қарапайым мына физкультура факультеті болсын, өзіміздің инженерлік технологиялық факультет болсын, гуманитарлық басқа факультет болсын, бұл жердегі ұстаздар қатал болды, өте қатал болды. Бірақ соның қаталдығының арқасында, берген тәлім мен тәрбие білімінің арқасында біз өмірде жоғалған жоқпыз. Рахмет. Енді осы кейбір білім алушы болады, кейбір түлек болады, мамандықты дұрыс таңдамадым деп жатады. Сол салада бір оқуға түскеннен кейін бағытын өзгертуді шешкен білім алушы немесе түлек жылдарды жоғалтып аламын деген жүрексінулері болады ғой. Сол қорқынышты қалай жеңсе болады? Қандай кеңес берер едіңіз? 10 жылды жоғалту бұл ауыр. 1-2 жыл жоғалту бұл өкінбейтін зат. Жаңа айтып отырмын ғой, кез келген мамандықты таңдаған кезде, орысша айтқан кезде смежный сала бар, аралас сала. Егер де мен инженерлік мамандықты бітіріп жатырмын, мен инженерлік мамандықты бітірдім. Қысқаша бір тарихатын айтайыншы. Бітірдік, 2 жыл магистратураны оқыдық, ары қарай оқуды жалғастырдық. 3 жыл аспирантураны оқыдық. Таза өзіміздің мамандығымыз бойынша. Сонда мектептен кейін тағы да 10 жыл оқыдық. 2010 жылы аспирантурамызды аяқтадық. Енді 2009-ның аяғы. 2010 жылдың басында аспирантураны аяқтадық. Параллельді біз жаңағы жоғарғы оқу орындарында профессорлардың көмекшісі болдық. Сабақ бердік, практикадан жүргіздік. Кейін магистратураны қорғап аға оқытушы болғаннан кейін өзімізде жаңағы дәрістерді жүргіздік. Оны айтайын дегенім, мен инженерлік мамандығын бітіре отырып университетте жаңағы ұстаз ретінде мен де қалдым. 2012 жылға дейін жұмыс жасадық. Қосымша мынау университеттің қабырғасында оқып жүріп қоғамдық жұмыстармен өте белсене араластым. Мынау қазір сіздерде бар шығар, студенттік көктем деген үлкен шара болады. Сол студенттік көктемде мына инженерлік факультет, мен 5 жыл оқыдым, 5 жыл біз бірінші орынды берген жоқпыз. Кез келген спорт болсын, жаңағы өнер болсын, барлық саладан біз бірінші орында болдық. 2003 жылы Жігіт Сұлтанына қатыстық. Одан да бірінші орын алдық. Сабақ еш кедергісін берген жоқ. Себебі мен университетті бітірген кезде қызылға бітірдім, 1-4-сіз. Бір сабақтан 4 болған жоқ. Сабаққа да көңіл бөлдік. Жаңағы қосымша қоғамдық жұмыс болсын, оған да көңіл бөлдік. Одан кейін естеріңізде болса, 2005 жылы бірінші президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен мына бұрынғы студенттік құрылыс отрядтарын болды ғой, соны жандандыру мәселесін көтереді де Жасыл ел бағдарламасын енгізеді. Мен мына оқуымды аяқтағаннан кейін Павлодарға жұмысқа кетемін. Сол жерде Павлодар облысының Жасыл ел жаңағы штабының басшысы боламын. Қоғамдық жұмыс. Бұл қоғамдық жұмыс. Кейін Алматы қаласында тура Жасыл ел жаңағы штабының басшысы болдық. Айтқан кезде мен инженер механикпін. Қоғамдық жұмыста жүрдім. 2012-2013 жылы Павлодар облысының жастар саясаты басқарма басшысының басшысы болдым. Мемлекеттік қызметте де болдым. 1 жыл. Кейін Алматыға көштік. Алматыда номер 2 жастар мен жасөспірімдерге арналған спорт мектебінде жаңағы тәрбие бойынша директорының орынбасары ретінде қызмет жасадық. Сонда мен айтқан кезде педагогикалық мамандық оқымадым ғой. Дұрыс па? Бірақ спортта жүрдік. Жаңағы бірінші категория, жаңағы КМС дейтін жақта өзіміз аттарымызды алдық. Мадақтауларымызды алдық. Қоғамдық жұмыста жүрдік. Бұның барлығы тәжірибе. Сондықтан жастарға айтатыным, көп ойланған бұл нәтижеге жібермейді. Қазақтың жақсы сөзі бар. Әрекет түбі берекет. Студенттік шақтан бастап әрекет жасау керек. Әрекет дегеніміз не? Бұл сіздердің араларыңызда қазір міне керемет ашып тастадыңыздар ғой сіздер. Кез келген қазір жоғарғы оқу орнында коворкинг орталықтары бар. Коворкинг орталықтары ағылшын тілінен аударғанда не ол? Тілдесу, сөйлесу, қарым-қатынас. Университет не береді? Ұстаздар сіздерге ақпарат береді. Дұрыс па? Орта, университеттің жасап отырған ортасы таныстық береді. Тамырлық береді. Ертең оқуды аяқтайсыздар да барлықтарыңыз жан-жаққа тарайсыздар еліміздің түкпір-түкпіріне. Кезінде студенттік кезінде
болған достар, бұлар ыстық достар. 10 жыл өтсін, 15 жыл өтсін, бір-біріңізбен қарым-қатынас жоғалтпай араласып жүрсеңіздер, бір-бірлеріңізді көтеріп тартып көптеген жетістіктерге жетуге болады. Бұл жетістік тек қана материалдық тұрғыдан емес, бұл рухани тұрғыдан жетістіктер болады. Бір араларында бір жақсы шығып, кітап оқиық, театрға барайық, мынандай бағдарлама жасайық, мынандай бір жобаны бірге бастап аяқтайық, елге пайдасы тиеді деп тартып отырса, ол жақсы ғой. Дұрыс па? Біреу жетелеп отырып, қасында еріп отырсаң, болмаса өзің жетелеп отырып, артында еретін дос жарандарың болса, бұл да керемет. Сондықтан мен Шәкәрім университетінде осындай тек қана ақпаратпен білім беріп қана қоймай, ортаны бере алатын білім ордасы ретінде білемін. Себебі спорт жағынан, саясат жағынан, қоғамдық жұмыс жағынан, өнер жағынан, білім жағынан бүкіл жаңағы тамыр таныс достарың дамуды жан-жақты осы жақтан алдық. Сондықтан мен қазір жастарға айтамын, әрекет, аралас, көр. Қателесуден қорқудың қажеті жоқ. Қателесу бұл тек қана белгілі бір заттың соңы емес қой. Бұл керісінше бастамасы. Қателестің, тәжірибе жинадың, келесі жолы білесің. Бұндай қате жібермеді. Ақылды адам қателеседі, бірақ екінші рет қате кеткен жерінен не істейді? Шешім шығарады, қайталамайды. Оны біз ақылды дейміз. Жақсы, мазмұнды, нақты жауабыңызға көп рахмет. Енді келесі сұраққа ауыссақ, жалпы қазіргі таңда осы диплом қаншалықты маңызды? Әлде ол ата-ананы қуантуға арналған жай ғана қағаз ба? Шыны керек, барлығымыз оқып өтергенде үміт артып отырған, тақымын қысып отырған үйдегі ата-ананың көңілін ойлаймыз. Өсірді, бақты, жеткізді. Қазіргі әрбір түлек мынау ентіге дайындалып жатыр. Мектеп бітіруші түлектер. Ол түсінікті. Әрбірінің өзінің көңілінде қалаған мамандықтар бар, көңілінде қалаған қала бар. Кейбіреулер шетелге шыққысы келеді деген сияқты. Амбиция бар, ол өте дұрыс. Көбі оны жасыратын түгі жоқ қой. Туған туыс ата-ананың көңілінен шығу бас. Мамандықты таңдаудан қателестімау дегеннен қорықпау керек. Диплом бізде керемет ұстаз болды, бір анекдот ретінде айтып берейін. Үлкен аудитория ғой, бірінші қабатта. Лекционный аудитория. 3-4 топ отырамыз. Профессор кіріп айтатын. Айналайындар деп. Кім білім алу үшін келді деп. Қолдарыңды көтеріңдер деп. Бәріміз қолдан көтереміз. Содан кейін екінші сұрақ қояды. Ал кім диплом үшін кезекке келді деген сияқты. Керемет қой мысалға, кезекте кім тұр деген сияқты. Бұл жерде сұрақ қою нақты кімнің диплом алуға кезекке келді деген мәселе емес. Бұл жаңағы шәкірттеріне ой салу. Сен диплом алу үшін кезекке келдің бе, әлде шынымен білім алу үшін келдің бе деген сұрақ қой, қарапайым тұрғыдан айтқан кезде. Сондықтан диплом қажет. Кез келген уақытта дипломға. Диплом бұл алғашқы есікті ашатын кілт. Қолында диплом бар. Ең болмағанда өзің оқыған мамандық бойынша бастап кірген кезде ол сенің жаңағы алғашқы есігіңді ашатын кілт. Кейін өзіңнің осы университет қабырғасында оқып жүріп алған дағдың бар. Осы жатқан навык дейміз. Адаммен тіл табысу қабілеттілігің бар, спорт бар, жаңағы өнер бар, қоғамдық жұмыс бар. Осының барлығын өзінің бойына дұрыс сіңіре біліп, дұрыс қолдана алсаң, қолдана алу керек. Басқа да жүйеде жұмыс жасай бересің. Мен мысалы инженер механик мамандығын бітірдім. Дәл қазір таңда мен саудадамын. Қызық нәрсе. Сауда болғанда жай сауда емес. Жол құрылыс және кен орындарын байытуға арналған құралдар мен техникаларды сатамын. Бұл менің мына инженер механик алған білімім. Бұл жерде саудаға қалай көмектеседі деген кезде біз сатып алушыға, яғни клиентке дұрыс таңдау жасауға көмегін береміз ғой. Мен мысалға дипломдық жұмыс жазған кезде, жалпы біз дейік, мен демейін. 7-ші бөлім техника-экономикалық санақ болады. Яғни біз жасаған жабдық неше жылда өз-өзін ақтап шығады, және де сол өндіріске пайдасын тигізе ме, тигізбей ме деген керемет есеп жүргізетінбіз. Қазіргі таңда сол техника-экономикалық есепті мен өзімнің жаңағы клиенттеріме жасап беремін. Мынау айтайық, сіз мына жүк тиегішті сатып алдыңыз 20 миллионға. Қаншалықты бұл сізге тиімді? Сіздің жұмысыңызға қанша тиімді? Мүмкін оның орнына 20 миллиондық емес, әзірше 12-15 миллиондық ала тұрыңыз деген шешімдерді біз береміз. Себебі техникалық білімім бар.
және де бұл техника сағатына қанша мысалға жүкті бір орыннан екінші орынға тасып береді, бір жылдық көлемде қандай жұмыс жасайды. Бұның барлығы не? Ақша. Кәсіпкер сені сатып алып келген кәсіпкерге ең басты не маңызды? Сен оның қалтасындағы түсетін пайдасын, қаражатын дұрыс үнемдеп айтуың керексің. Болады, ақшасы барлар келген кезде оған 100 миллион, 200 миллионда техникасын сатуға болады. Бірақ олар ертең қайтып келмейді ғой. Бұл жердегі адаммен тіл табысу қабілеттілігі ол университет. Мынау Жүрбестік университетте адамдармен танысып өстік. Себебі біз мына университетте оқыған кезде тек қана өзіміздің Абай өңірінің студенттері болған жоқ қой. Бүкіл Қазақстанымыздың түкпір-түкпірінен келген азаматтар болды. Мынау Атыраудан келген студентіміз болды, бірге оқыған. Адай күйін керемет шертетін. Алғаш рет адай күйін шын дауыста дейміз ғой, домбырамен сол бірге оқыған студент әріптесімнің орындауында естіген болатын. Мысалға, одан кейін мына оңтүстік Шымкент дейміз. Бұлар мынау жаңа кәсіпке бейім азаматтар. Дұрыс па? Өте бейім. Олардан да көп нәрсені үйрендік. Қалай тіл табысу? Дұрыс қой. Ешқашан да ол жоқ деп айтпайды. Ол керемет мінез деп санаймын, керемет, өте керемет, жақсы мінез. Жоқ деп айтпайды. Болады дейді. Уақытын барлығын жасайды. Яғни мүмкіндігінше сенің сұранысыңды толық қанағаттандыруға тырысады. Жақсы, рахмет жауабыңызға. Келесі сұрағымыз, осы жаңа диплом алып болғаннан кейін жас маман жұмысқа қабылдауда нені маңыздырақ деп санау қажет? Яғни бітірген университетін маңызды ма, әлде қолынан келетін нақты дағдыларын көрсету керек? Екеуі де маңызды. Енді дәл қазір мысалға әркім өзінің оқып шыққан, түлеп шыққан ордасын мақтайды. Бірақ жастар саясатында жұмыс жасап жүрген кезде Қазақстанымыздың әсіресе Алматыдағы үлкен білім ордалары бар. Әл-Фараби атындағы ұлттық университет бар, Абай атындағы бар, аграрлық университет бар. Барлығын студенттермен, сол кездегі жастар саясатында жүрген азаматтармен құралас болдық. Батысың бар, шығысың бар, солтүстігің бар, оңтүстігің бар. Сол жақта жүрген бір жастармен араластық қой. Бұл жерде университет, дәл қазір біз шәкәрім өзіміздің білім ордамызды айтсақ, азаматтың, жаңағы мектептен түлеп шыққан түлектің толық қалыптасуында, жан-жақты қалыптасуында ортаны бере алады. Ортаны да, білімді де, ақпаратты да, мүмкіндіктерді де. Сондықтан ол бастапқы этапта міндетті түрде керек. Екінші этап, мысалға мен шәкәрімді бітірдім, ортасынан шықтым, авторитет. Ұстаздары жақсы деген оң көзімен қарайды. Екінші, оң көзімен қабылдап алған жұмыс беруші енді сенің неңе қарайды? Кәсіби шеберлігіне қарайды. Сондықтан дағды бұл шешуші мәселе. Алған ақпаратты толық жеткізе білу, яғни қолдана білу. Мен университетте жүріп сабақ берген кезде студенттерге ең басты мәселені түсіндіруге тырысатынмын. Ұстаз көбінесе ақпарат береді. Қазіргі мына бакалавриат жүйесінде ұстаздың басты мақсаты ақпаратты жеткізе білу сіздерге. Сіздердің мақсаттарыңыз ақпаратты сіңіре білу. Яғни студент деген атыңыз бар. Ол аудармасы қалай? Ізденуші кітапхана болмаса әлем желідегі жаңа қажетті ақпаратты өзіне қабылдап жетіп алу. Енді білім деген не? Осы қабылдап алынған ақпаратты тәжірибеде қолдансаң дұрыс. Бұл таза білім болып шығады. Бұл интеллектуалдық білім. Біздің де осы марқұм Омаров Теміртас ұстазымыз болды. Машина бөлшектері, деталі машина сабақ берді, сол кісі айтатын. Орысша айтайыншы, мысалы, в этой жизни можно все украсть и забрать деп айтатын. Чего не забрать, это ваша интеллектуальная собственность деп сол кісі айтатын. Сенің алған ғылыми дәрежең, ғылыми атағını ешкім тартып алмайды. Себебі бұл ойлау қабілетің арқылы ғылыми ортада дәлелдеп жеткізген. Ал ғылыми ортада дәлелдеп жеткізген еңбегің елге қызмет жасау керек. Бұл тек қана инженерлік мамандық емес. Бұл кез келген гуманитарлық мамандық болсын, педагогикалық мамандық болсын, әр салада өзінің бір жасалынатын ғылыми жұмыстары, ғылыми еңбектері бар. Соны көре білу керек те, араласа білу керек, жеткізе білу керек. Сол. Жақсы, рахмет. Енді біз осы
сұхбатымызды қорытындылайтын нақты бір сұрақ қойсақ, осы шәкәрім университеті сіз бітірген альма матеріңіз дейміз ғой, біздің аймақтағы ең үздік жоғары оқу орнымыз деп жатамыз. Осы университетке, осы білім ордасына қайтадан білім алушы болып келсеңіз, қандай өзгеріс орнатар едіңіз? Ештеңені өзгертпеуші едім, себебі керемет жылдар ғой. Мен жатақханада тұрдым. Технологиялық университеттің жатақханасында тұрдық. Студенттік өмір, жатақхана, жаңағы спорт, өнер, қасымыздағы достар, әріптестер, группаластар дейміз ғой. Ешқайсысын өзгерткім келмейді. Себебі бұл өте керемет. Қазіргі таңда айтқан кезде еш нәрсемен алмастыра алмайтын орта берілді сол кезде. Керемет орта берілді. Ыстығына да, суығына да бірге күйіп өскен құрбы құрдастарын ешкім сата алмайсың. Бұл бірақ нәрсе бар. Қазіргі жастарға айтатыным да сол, алған білімді қазірден бастап коммерциализацияландыру. Оған көп түсінбейді, қалай деген сияқты. Алған кез келген білімді ұялмай қазірден бастап қолдана білу. Мынау студенттік шақ, қазіргі студенттер 4 жыл оқи ма? 4 жыл бұл сіздер өздеріңізге салатын инвестиция. Бос уақытыңыз. Кейін оқу бітіргеннен кейін дәл сондай бос уақытты ешқашанда таба алмайсыздар. Ешқашанда ол табылмайды. Себебі бұл жерде күнделікті өмірдің күйбің тіршілік мәселелері кіріп кетеді. Табыс табу, ертең үйленіп үй болып жатсаңыздар, отбасын асырау деген сияқты мәселелер барлығы кіріп кетеді. Студенттік уақытта қолдан келгенше мен айтайын, бірінші курстан бастап шәкәрім ордасына бар, еріктілер бар. Волонтерство дейміз ғой. Соларға кіру керек, жүру керек. Ең бірінші тегін жұмыс жасап көру керек қой. Жаңағы тәжірибе, ұялмау керек. Кез келген жерге барып, жаңа әрекетпен көру керек өзіңді. Өнерге саласың, спортқа саласың, жаңағы ерікті жұмыстарға саласың, ғылымға саласың. Қай жерде саған ұнайды, қай жерде өзіңді мысалы дұрыс ашыла алсаң, сол жерде қосымша жалғастыра беру керек қой. Сол бағытта қосымша жалғастыра беру. Кейін 3-ші курста егер де сен ағылшын тілі маманында оқып жүрсең, 2 жыл ағылшын тілін керемет оқып жүріп, қазіргі мектеп бітірушілерге ақылы түрде қосымша сабақтар беруге мүмкіндік бар ғой. Бар. Қазіргі көптеген тіл курстарын ашқан мектептер бар, жеке мектептер. Олар мамандарды өздеріңіз сияқты 3-ші, 4-ші курстың мамандарын қабылдайды. Дұрыс па? Ол дұрыс. Біз кезімізде ондай мүмкіндік болмады. Жаңағы курстар ашылған мектептер де болмады. Біз қара күшпен мынау темір жолға барып, темір жасайтынбыз. Бір вагоннан екінші вагонға темір 12 сағатқа, сол кезде 500 теңге береді. 2001-2000 жылы 12 сағат тоқтамай жұмыс жасаймыз. 500 теңге береді. Бұл қара жұмыс, қолдың жұмысы. Ауыр. Өзгертсек сол кездегі мүмкіндікті мына алған білімді миды жұмыс жасату керек. Миды жұмыс жасатып, жаңағы әрекетке салу керек. Информатик мамандықтар бар ма? Бағдарлама жазсын. Керемет бағдарлама жазсын. Қазір мынау банк жүйесі өзінің жаңа ақпараттарын сақтау мәселесінде, кибер қауіпсіздік мәселесіндегі көптеген жаңағы бұлар жаңа пароль жазады ғой. Код жазады. Керемет жазып берсең, аяқ қолмен жұлып алып, қазіргі таңда ең төменгі баға емес, айлығы 1,5 миллион теңге. Қандай маман болсаң да, жасың 18-19-да болсаң да, 1,5 миллион теңгеден басылады, ары қарай өзінің және қабілетіңе қарай көтере бересің. Үйде отырып жұмыс жасайсың. Жаңа офисқа барудың қажеті жоқ. Мынау біз өттік, жаңағы карантиннен өттік. 2 үйде қамалып отырдық. Сол кезде мемлекеттегі жұмыс тоқтаған жоқ. Алыстан жаңағы удаленно дейміз, онлайн біз барлығымыз жұмыс атқардық. Жұмыс атқарылды. Онда қазіргі студенттер де осы онлайн білімді алуға болады. Интернеттің әлем желінің көмегі арқылы әлемде не болып жатқан ақпаратты толық алып отырсыздар. Кім қалай дамып жатыр, не істеп жатыр, қазіргі таңдағы өзекті мәселелер қандай әлемде көтеріліп жатқан. Қатты берілудің қажеті жоқ. Кішкентай бір мамандықтың иесі бола отыра, өзінің мамандығына сай бір орысша айтайықшы, ниша орныңды тетігін таптап барқалан деген сияқты тауып алып, сол бағытта жұмыс жасау керек. Тәжірибе керек, қорықпау керек. Болмады ма? Екіншісін баста 4 жыл уақыт, 365 күннен 4-ке көбейте беріңіз. Әрбір күніңіз сая кетпеу керек. Ол өте қызық. Көзді ашымғанша студенттік өмір өте шығады. Ертең дипломды қолға алып, маман, ал енді не істеймін?
қолды қалтаға салып тұратын емес. 3-4 курста сіздерді жұмыс берушілер шақыру керек. Қазіргі таңда сол. Мен мысалы сауда саласында істегендіктен қаржы мамандығы бар. Жаңағы заң жағынан білімі жақсы, информатика жағынан білімі жақсы сияқты мамандар да маған да керек. Мен де талап етем. Жаңағы сұраныс бар ғой, әрдайым сұраныс бар. Қазіргі таңда мына заманда ең үлкен сұраныс неге екенін білесіздер ғой? Сапалы маманға. Сапалы маман бұл ең үлкен сұранысқа ие қазіргі таңдағы мәселе сол. Сапалы маман керек. Сапалы маман. Бұл жерде ақылды деп тұрған жоқпыз. Ақылсыз деп тұрған жоқпыз. Дұрыс, сапалы. Өзінің жаңағы бағытталған, алдына қойылған мақсаттарға белгіленген уақыт ішінде нақты толық жететін маманды біз сапалы маман дейміз. Соны сапалы мамандар қажет. Ал мынау шәкәрім ордасында білім алып жатқан кез келген студент ертеңгі уақытта сапалы маман болып шығатынына сенеміз, сенгіміз келеді. Сондықтан жаңағыдай жол сілтеме айтып отырмыз. Оқу бітіргеннен кейін жұмыс өтіліміміз, мысалы 2005-тен 2026 22 жыл жұмыс өтіліміз бар. Көрдік, әр нәрсені жұмыс жасадық, жаңағы айттық, саясатта болдық, өнерде болдық, қоғамдық жұмыстарда болдық, ағартушылық жұмыста дейміз, университетте сабақ бердік. Қазір бизнестеміз. Қазір бизнесте. Яғни емін-еркін жұмыс жасаудамыз. Жақсы, сізге көп рахмет. Осы Шәкәрім университетінің ақпарат алаңы подкаст студияда қызықты, мазмұнды сұхбат өткізгенімізге шын жүректен қуаныштымыз. Сұхбатқа келісіп, бізбен бірге осындай ашық айдар өткізгеніңізге рахмет. Оғаш жоқ, сәттілік. Рахмет. Сәттілік тек қана алға.